тұтынушының құқығын қорғау дейтін нәрсені көбі халықтың өзі шындығын айтар болсақ соның бәрін қорғайды деп түсінеді. Жалпы солай ма, әлде арнайы орындарыңыз бар ма? Сұраққа рахмет. Жалпы енді республикамызда 20 миллион халық болса, барлығымыз тұтынушымыз, күнделікті дүкенге барамыз, сауда-саттық жасаймыз. Жалпы департаменттің құрылғанына 4 жылдан астам уақыт болды. Соңғы заң тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы 2010 жылы қабылданған. Қазір мәжілісте қаралды. Оған көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Мысалы айтсақ, омбудсмен институты құрылып жатыр, тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын. Бізде жалпы актуалдық мәселелерді көтеретін ерекше тұлға болып есептелінетін болады. Одан бөлек жаңағы қоғамдық ұйымдарға да сотқа қатысу арқылы салынатын штрафтардың пайыздары ұлғайтылып жатыр. Бұрын ондай болмаған жаңа формат айтқанда. Және тағы да бір негізгі өзгерістердің бірі мынау электрондық сауда-саттыққа көп көңіл бөлініп жатыр. Маңғыстау облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау қоғамдық бірлестігінің төрайымы Рафикова Никар Маликовна ханымды өздеріңіз білесіздер. Сол кісіні тәжірибесі өте мол, және сол кісіні біз мәжілістегі рабочий группа дейміз, жұмыс тобына қостық. Бұл кісі де бірнеше өзгерістер мен толықтыруларға өзінің ұсыныстарын білдірді, тәжірибе жүзінде қалай болатынын. Жалпы енді былай айтқанда департаменттің атауы мықты, бірақ іске келген кезде заң шеңберінде көп жерде қолдарымыз байлаулы да. Соған себепті мысалы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте тек тауарға қатысты көптеген айыппұлдар қарастырылған. Бірақ мынау қызмет көрсету саласына келгенде көптеген әлі жұмыстанатын заттар бар. Мысалы айтатын болсақ, жаңағы киімді тазалауға береміз, киім дұрыс тазаланбайды деген сияқты осындай мәселелер. Немесе киноға барамыз, билет сатпайды, немесе жаңағы 3 жастан жоғары деп. Осындай жалпы тәжірибе өте көп. Бізге мысалы өтінішке осы 2025 жылы 1000-нан астам өтініштер келіп түсті. 1034 өтініш келіп түсті. Өтініштің өзіне 5%-ын бүгінгі таңда қанағаттандырдық. Тұтынушылардың пайдасына шешілді. Былай айтқанда 26 миллионнан астам ақша қаражатын тұтынушыларға қайтарды. Енді арасынан мысал ретінде айтып кететін болсақ, 2025 жылдың соңына қарай жаңадан қазір автокөліктер көп сатылып жатыр, көптеген автосалондар ашылып жатыр. Соның ішінде брак болған бір автокөліктің ақшасын қайтардық. Дерби деген пылесос бағасы 1 миллион 100 мың теңге. Тұтынушы кредитке алған, бірақ жаңағы пылесос сапасыз болып шыққан. Сол себепті аталған кредитті қайтадан жауып 1 миллион 100 мың теңгесін тұтынушыға қайтардық. Мәселе өте көп. Мысалы қазіргі таңда жаңа заң жобасының аясында авиабилеттер бойынша да көптеген сұрақтар талқыланып жатыр. Мысалы сіздер билет сатып алып, сол сатып алынған уақытта ұшамай қалсаңыздар, сіздердің 90% ақша қаражаттарыңыз тап қалады. Штраф дейді, тағы да басқа дейді. Осы мәселені қарастырып жатыр. Сосын авиакомпаниялар ол билеттің құнын басқа бір адамға сатып жібереді. Сосын ол ұшқан рейс жақындаған сайын бағасы тағы да қымбаттай береді. Сол себепті осы мәселелердің бәрі біз заң жобасы 2 жылдан астам уақыт талқыланып жатыр. Осындай мәселелер көп көтерілді. Электрондық сауда-саттыққа келген кезде Wildberries платформасын бүгінгі таңда көп азаматтар қолданады. Бүгінгі таңда біздің департамент тарапынан Мәскеу қаласымен тікелей байланыс орнатып, 90% арыздарды тұтынушылардың пайдасына шешіп жатырмыз. Бұдан қоса Каспий KZ платформасы арқылы бұл жерде де көбісі жаңа азаматтар ойлайды, Каспий KZ ол да платформа Wildberries сияқты. Оның ар жағында жеке кәсіпкер тұрады. Каспий KZ платформасына тіркелген. Ол кәсіпкер Алматы қаласына тіркелуі мүмкін, Астана қаласына тіркелуі мүмкін. Бірақ біздің әріптестеріміз барлық өңірде бар. Керекті құжаттарды сол әріптестерімізге жолдай отырып аталған мәселені шешіп жатырмыз.